Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз 29-шы сабақпен танысамыз. Айналаңа қара. Металдан жасалған 5 затты тапта жазып ал. 1 қасық астаналық металл, 2 кілт, 3 тиын, 4 есік тұтқасы, 5 қайшының жүзі, пышақтың жүзі. Олардың металл екенін қандай қасиеттеріне қарап ажыраттым? Металл заттарды мына қасиеттеріне қарап анықтадым. Жылтыр болуы жарықты жақсы шағылдырады. Жоғары тығыздығы, салмағы ауырлау. Қаттылығы оңай сынбайды, белгілі бір күшпен ғана майлады. Жылу өткізгіштігі, қолға ұстағанда салқын сезіледі. Дыбыстық қасиеті, бір-біріне соққанда ашықтың немесе сылдыр дыбыс шығарады. Пішінін өзгертуге болады, кей металдар соққы арқылы иіледі, созылады, молекулалық құрылымы мүмкіндік береді. Металдар мен бейметалдардың айырмашылықтарын анықта. Металдардың қасиеттері. Жылтыр болады. Жылуды жақсы өткізеді. Электр тогын өткізеді. Қатты, берік, көпшілігі. Салмағы ауырлау. Созылады, иіледі, иілгіштік, созылғыштық. Бейметалдардың қасиеттері. Жылтыр болмайды, көпшілігі. Жылуды және электрді нашар өткізеді. Көбіне жеңіл. Сынғыш, морт, күкірт, фосфор сияқты. Газ, сұйық немесе қатты күйде кездесуі мүмкін. Олардың ұқсастығы неде? Екеуі де химиялық элементтерге жатады. Табиғатта кең таралған. Заттарды, материалдарды жасауға қолданылады. Химиялық реакцияларға түседі. Кейбіреуі адам өмірінде өте маңызды. Оттегі, темір, алюминий және т. Идеялар себеті, сен қосатын ойлар. Металдар электр өткізгіш болғандықтан сымдар жасайды. Бейметалдар жеңіл, кейбіреуі газ күйінде болады, оттегі, азот. Металдар берік, сондықтан техника, құрал жабдықтар жасауға жарайды. Бейметалдар адамның тыныс алуына керек, оттегі. Екеуі де күнделікті өмірде көп қолданылады. Металдардың басты қасиеттері. Жылтыр болады. Жылуды және электрді жақсы өткізеді. Қатты және берік. Иіледі, созылады. Ауыр, тығыздығы жоғары. Сынапты неге ерекше металл дейміз? Себебі бөлме температурасында сұйық күйде болатын жалғыз металл. Күміс түсті, ауыр және өте улы. Сынапты қайдан көрдің? Ескі сынап термометрінің ішінен көрдім. Төгілсе өзің жинауға болмайды. Алюминийдің қолданылуы. Сусын банкілері. Кастрөл, фольга. Терезе жақтауы. Ұшақ бөліктері. Жеңіл, тот баспайды. Графиттің қолданылуы. Қарындаштың өзегі. Электродтар. Майлағыш материал. Жұмсақ, қара із қалдырады, электр өткізеді. Бірінші тәжірибе. Қажетті заттар. Алюминий сымы немесе тілімі. Графит, қарапайым қарындаштың өзегі. Балға. Алюминий сыммен тәжірибе. Балға мен алюминий сымды бірнеше рет ұр. Нәтиже, сым иіледі, сынып кетпеді. Түсініктеме. Алюминий металл, сондықтан ол иілгіш және созылғыш қасиетке ие. Графитпен тәжірибе. Балға мен графитті ұр. Нәтиже, графит сынды немесе үгіттелді. Түсініктеме. Графит бейметалл, сондықтан ол сынғыш, иілмейді. Қорытынды ой. Металдарға тән қасиет, иілгіштік, берік, сынбайды. Бейметалдарға тән емес қасиет, иілгіштік жоқ, сынғыш. Қолданылуы. Металл, сымдар, құралдар жасауға жарайды. Бейметалл, қарындаш, құрылыс материалы, химияда қолданылады. Екінші тәжірибе. Алюминий сымы мен графитті қысу. Қажетті заттар. Алюминий сымы. Графит, қарапайым қарындаштың өзегі. Тәжірибе жүргізу. Алюминий сымын және графитті саусақтарыңмен қатты қыс. Нәтижені байқа. Байқалған нәтиже. Алюминий сымы өзгеріссіз қалды, иілмеді, сынбады. Графит сынды немесе үгіттелді, морт болып кетті. Қорытынды. Алюминий металл, себебі қатты, берік, иілгіш.
Графит бейметалл, оны қатты металл деп айтуға болмайды, себебі сынғыш және иілмейді. Гелийді күнделікті өмірде гелиймен толтырылған шараларда кездіресің. Мысалы, туған күн, мереке шараларындағы шарлар. Сондай-ақ жарық диодты шамдарда, кейбір медициналық және ғылыми құралдарда да қолданылады. Қысқаша айтқанда, гелий газ күйіндегі бейметалл, жеңіл және қауіпсіз. Неліктен адамдар электр сымдарын алтын немесе күміспен жасамайды? Алтын мен күміс өте жақсы электр өткізгіш, бірақ олар өте қымбат. Кәдімгі электр сымдар үшін арзан және жеткілікті өткізгіштікке ие металдар, мыс, алюминий пайдаланылады. Екі металдардың электр өткізгіштік қасиеті қайда қолданылады? Электр сымдар мен кабельдерде. Үй техникасында үтік пеш, тоңазытқыш. Электронды құрылғыларда компьютер, телефон. Энергетикада электр станциялары, трансформаторлар. Қысқаша, металдар электр тогын өткізу қасиетіне байланысты күнделікті өмірде және техникада кең қолданылады. Үшінші тәжірибе – алюминий тілімін айнаға жақындату. Қажетті заттар. Алюминий тілімі. Айна. Тәжірибе жүргізу. 1. Алюминий тілімін айнаға жақындат. 2. Күн сәулесін немесе шам жарығын алюминий бетіне түсіріп шағылысуын бақыла. Байқалған нәтиже. Алюминий беті жарық сәулесін кері қайтарады, бірақ классикалық айна сияқты таза бейне көрсетпейді. Қорытынды. Алюминийді күн сәулесін қайтарады деп айтуға болады, себебі ол жылтыр, жарықты шағылдыратын металл. Бұл тәжірибе металдардың жылтырлығы мен жарықты шағылдыратын қасиетін дәлелдейді. Пушкиннің шығармасында металдардың қасиеті көбіне символикалық немесе салыстырмалы түрде беріледі. Мысалы, Лемнос құдайы сені соққан темір сияқты қаттылықты, беріктікті бейнелейді. Тозақ отындай, құдайдың найзағайындай металдың өткірлігін, күшін, қауіптілігін көрсетеді. Яғни, металдардың негізгі қасиеттері, қаттылығы, беріктігі, өткірлігі, жылтыры әдеби тілде де метафора ретінде берілуі мүмкін. Айнаның адам өміріндегі пайдасы және жасауды жетілдіру тәсілдері. 1. Айнаның пайдасы. Адам өз бейнесін көру үшін айнаны пайдаланады. Күнделікті өмірде киіну, шашты түзеу, макияж жасау. Ғылыми және техникалық салаларда телескоп, микроскоп, лазер құралдары. Құрылыс пен көлік саласында көліктердегі артқы көрініс айнасы, ғимараттағы әсемдік элементі. 2. Айнаны жасауды жетілдіру тәсілдері. Беткі қабатын жылтырату, мыс, алюминий, күміс немесе қола қабатымен қаптау. Қолданылатын металл мен шыны сапасын арттыру, жарықты жақсы шағылдырады. Қабат қалыңдығын және тегістігін бақылау, таза бейне үшін. Қорғаныш қабат қосу, металдың тот басуын болдырмау үшін. Қорытынды. Айналар адамның күнделікті өмірінде, ғылым мен техникада өте маңызды, ал жасау технологиясы беткі жылтырлық пен қорғаныш қабатқа байланысты жетілдіріледі. Металдар мен бейметалдардың негізгі қасиеттері. 1. Жылтырлығы. Металл бетіне жарық түскенде жарық шағылады, сондықтан біз оны жарқыл деп қабылдаймыз. Сынап, мыс, күміс сияқты металдардың беті жарқырайды. Бейметалдарда жылтырлық болмайды, жарық шағылады деп айту қиын. 2. Иілгіштігі және беріктігі. Табиғи металдар иілгіш және созылғыш, оларды ұзақ уақытқа дейін өзгерте алады. Мысалы, алтынды грамм-граммап созып, үйге дейін жеткізуге болады. Бейметалдар сынғыш, оларды ұрып, иілгіш ете алмайсың. 3. Электр өткізгіштік қасиеті. Металл арқылы электр тогы өте жақсы өтеді, жарық және жылу тасымалдайды. Сондықтан металдар электр сымдары мен жылытқыш құралдарда кең қолданылады. Бейметалдар электр тогын нашар өткізеді немесе өткізбейді. Қорытынды. Металдардың негізгі қасиеттері: жылтыр, иілгіш, электр өткізгіш. Бейметалдардың негізгі қасиеті: жылтыр емес, сынғыш, электр өткізбейді. 1. Металдың құрметіне аталған дәуірлер. Алтын дәуір алтын металмен байланысты дәуірді сипаттайды. Темір дәуірі темірді қолдану арқылы сипатталған дәуір. Бронза дәуірі мыс пен құрғақ металдардың қоспасынан жасалған бронза қолданылған дәуір. 2. Металда қандай байланыс түрі бар?
Металл байланысы атомдар электрондарын ортақ пайдалана отырып, қатты, берік құрылым жасайды. 3. Физикалық қасиеттері қандай? Жылтырлық, жарықты шағылдырады. Иілгіштік және созылғыштық, сындырып емес, иіледі. Қаттылық, берік, сынбайды. Электр өткізгіштік, токты өткізеді. Жылу өткізгіштік, жылуды тараталады. 4. Ең иілгіш металл қайсысы? Алтын өте иілгіш, грамм-граммап созуға болады. 5. Қай металл электр қуатын жақсы өткізеді? Мыс токты жақсы өткізеді, сымдарда кең қолданылады. Алтын де жақсы өткізеді, бірақ қымбат болғандықтан күнделікті сымдарда аз қолданылады. 6. Автор металдың қандай қасиеттері туралы сұрайды? Жылтырлығы, иілгіштігі, электр өткізгіштігі, қаттылығы. Металдардың көрнекі, физикалық қасиеттері туралы. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпа.